Қайырлы күн оқушылар, бүгін алгебра 2 сынып ТЖБ 2-90 екінші нұсқасын талдайтын боламыз. Бізде номер 1 тапсырма: егер y болады k x функциясының графигі a нүктесінде 2-ден -3 нүктесінен өтсе, k коэффициентінің мәнін табыңыз. Бізде нұсқалар берілген екен. Бұл тапсырма оп-оңай. Так, бізде a нүктесінде бірінші x, екінші y белгіленеді, иә? Үнемі. Енді x пен y бар екен, бізге k-ны табу керек. K тең болады, формуланы айландырамыз, x пен y-дің көбейтіндісі болады. Енді k тең болады, x нешеге тең? 2-ге тең, көбейтілген y -3-ке тең. Тең болады, 2-ні 3-ке көбейтемін 6, -6-ға тең екен. Жауап -6, а жауабы болады екен. Номер 2 тапсырма: y тең болады -5-тен 4x -12 функциясының абсцисса осімен қиылысу нүктесінің координатасын тап дейді. Енді абсцисса дегеніміз ол бізде x бағытындағы, яғни мына бағыттағыны тап дейді. Енді бұл жерде бізде абсциссадан тап десе, y-іміз қаншаға тең? 0-ға тең. Ендеше y тең болады 0 деп қарастырамыз. Ары қарай 0 тең болады -5-тен 4x азайтылған 12. Енді -4-те 5-тен 4x-ті оң жаққа қарай шығарамыз. Ол бізде 4 бөлінген 5x тең болады -12 болады. 5-ті оң жаққа шығарамыз, ол менде көбейту болып барады. 4x тең болады -12-ні көбейтемін 5-ке деген сөз. X тең болады -12-ні 5-ке көбейтсем менде -60 шығады. 4-ті бұда жаққа шығарсам бөлу болып барады. Сонымен x тең болады -15. Сонда жауабын қалай жазамыз? Жауабы x -15 болса, y-іміз 0. Так, қай жауап бізде? -15-тен 0, а жауабы екен. Үшінші тапсырма: 0-да 2 нүктесінен өтетін және y тең -6x функциясының графигіне параллель болатын функцияны формуламен жазыңдар дейді. Так, y тең болады -6x, иә? Енді бұл жерде бізде параллель болу үшін бірінші тапсырмадағыдай, бірінші нұсқадағыдай k-лары бірдей болу керек. Яғни y тең болады k1x, y тең болады k2x қосылған b. Бұл жерде k1 мен k2 тең болуы керек, сонда бізде параллель болмасады. Ал енді бұл жерде k бізде нешеге тең болып тұр? -6-ға тең болып тұр екен. Енді бізде x пен y белгілі. 0-да 2. Енді орнына қояйық. Мына жерге қойып есептейік. Y тең болады қанша бізде? 2-ге тең. Тең болады k2 енді бізде -6-ға тең, көбейтілген x-іміз 0-ға тең, қосылған b. Есептейміз. 2 тең болады -6 0-ға өткен 0, b ғана қалады екен. Сонда b тең болады нешеге тең екен? 2-ге тең екен. Енді дұрыстап орнына қояйық. Y тең болады k2 бізде, k бізде -6-ға тең, -6x қосылған b нешеге тең? 2-ге тең екен. Міне формуланы осылай жазамыз. Келесі номер 4 тапсырмамыз: кафедрадағы 15 қызметкердің бір айдағы кезекшілік кестесі бар дейді. Кесте берілген екен. Енді біріншісінде бізде абсолютті жиілік және салыстырмалы жиіліктерді табу керек екен. Енді ол үшін бізде кестені сызамыз. Кестені құрыңыз деп тұр, кестені сызайық енді. Бізде қандай сандар беріліп тұр? 0-дан басталып рет-ретімен тізіп шығайық. 0 бар екен, 1 деген сан бар, 2 деген санымыз бар, 3, 4, 5, 6 деген санымыз жоқ, 7, 8 және 9 деген сандарымыз бар екен. Енді абсолютті жиілік дегеніміз неше рет қайталанып тұр? 0 деген сан неше рет қайталанып тұр? 0 деген сан бізде бір-ақ рет қайталанып тұр. Біреу жазамыз. 1 деген санымыз неше рет қайталанып? Біреу екен, иә? 2 деген санымыз да бір-ақ рет қайталанып тұр екен. 3 деген санымыз біреу, 2, 3, 4 рет қайталанып тұр екен. 4 деген санымыз біреу, 2 рет қайталанып тұр екен. 5 деген санымыз біреу, 2, 3 рет. 7 деген санымыз біреу, бір-ақ рет екен. 8 деген санымыз біреу, 9 деген санымыз біреу, бір-ақ рет екен, иә? Жақсы. Енді бізге салыстырмалы жиілікті табу керек. Салыстырмалы жиілікті табу үшін бізде абсолютті жиіліктердің сандық мәндерін бір-біріне қосып шығамыз. 1 қосу 1 қосу 1 қосу 4 қосу 2 қосу 3 қосу 1 қосу 1 қосу 1 тең болады бізде 15 шығады. Енді 15 болды. Салыстырмалы жиілікті жазу үшін біз бөлшек сызығын сызып аламыз. Барлығына бөлшек сызығын сызып аламыз да. Бөлімдерінің барлығына неше шықты бізде? 15 шықты. 15 барлығын бөлімдерін 15-те тек жазамыз. Оңай салыстырмалы жиілікті табу. Енді алымдарына тек абсолютті жиіліктегі сандарды көшіріп жазамыз. Мына жерде 1, мына жерде 1-ді түсіремін, 4-ті түсіремін, 15-тен 4, 15-тен 2, 15-тен 3, 15-тен 1, 15-тен 1, 15-тен 1. Міне кестені осылай құрамыз. Бұл бізде А сұрағының жауабы болған, иә? Енді келесісі бізде ең көп таралған кезекшілік санын көрсетіңіз дейді. Ең көп кезекшілік жасаған бізде қарайық. Мынау бір-ақ рет кезекшілік жасаған, 4 рет. Ең көбі 4, иә? Иә, ең көбі 4 екен, иә? Яғни бізде 3 жауабы бұда 3 деп жазып қоямыз, иә?
ары қарай сда бізде салыстырмалы жиілік кестесін қайшылықсыздыққа тексеріңіз. Қайшылықсыздыққа тексеру үшін біз салыстырмалы жиіліктің барлық берілген сандық мәндерін бір-біріне қосып шығамыз. С 15-тен 1 қосылған 15-тен 1 қосылған 15-тен 1 қосылған 15-тен 4 қосылған 15-тен 2 қосылған 15-тен 3 қосылған 15-тен 1 қосылған 15-тен 1 қосылған 15-тен 1 тең болады. Ортақ бөлімі бізде дайын тұр. Ол бізде 15. Енді мына жақты қосып шыққан кезде неше шығып еді? 15 шыққан, иә? Дұрыс қой, ол бізде 15 шығады. Тең болады 15-15-ке бөлсек 1. Енді 1 деген жауап шықса, онда қайшылық жоқ деген сөз. Қайшылықсыз деген сөз. Қайшылық жоқ. Келесі бізде 5-ші тапсырма теңдеулер жүйесінің график тәсілімен шешіңіз дейді. Бізде функция берілген екен, жүйе берілген екен. Енді функцияларын жеке-жеке қарастырайық. Біріншісі y азайтылған 1,5x тең -2 бөліп жазалайын. Екіншісі 3x азайтылған y тең болады -1. Ары қарай y-ті x арқылы өрнектеймін. Y тең болады -2 қосылған 1,5x. Немесе y тең болады 1,5x азайтылған 2 болады. Ары қарай мына жерде -y тең болады -1 азайтылған 3x. Барлығын -1-ге көбейтіп жіберемін. Y тең болады 3x қосылған 1 болады. Енді x-тарға мән беремін. Кесте сызып алайын. Y-ті табамын. X-қа 0 және 2 дегенді берейін. 0-ді берсем 0 болып кетеді. Сонда -2 қалады. 2-ні қоямын. Бізде 1 шығады. Мына жерде де x және y. X-қа мән беремін. 0 және 1 деген сандарды берейін. 0-ді берген кезде 1 шығады. 1-ді берген кезде 3, 4 шығады. Так, енді осы сандық мәндерді графикке салу керекпіз. 0 болған кезде, x-ім 0 болғанда, y-ім -2 дейді. 2 болған кезде, y-ім 1 дейді. Енді осыны 2 нүктені қосып түзуімізді сызып алайық. Түзуінен, баспай, сызып алайық. Так, бұны сыздық. Енді келесі 0-да 1 дейді. X 0 болғанда, y-ім 1 болады дейді. Ал x-ім 1 болғанда, y-ім 4. 1, 2, 3, 4. Та, 2 нүктені қосамын. Міне, 2 сызбаның қиылысы пайда болды. Қиылысу нүктесі. Қай нүктелерде қиылысып тұр? Жауабы. Так, x-тің бойында неше? 1, 2, 2,5. -2,5. Және y-да 1, 2, 3, 4, 5, 6. -6-да қиылысып тұр екен. Так, номер 6-шы тапсырма математикадан жазбаша емтиханның нәтижелері абсолюттік жиілік полигоны түрінде берілген. Ақпаратты талдап анықтаңыз. А сұрағы таңдама көлемін анықта дейді. Так, оны анықтау үшін бізге ең бірінші кесте құрып алу керек. Кестені құру үшін біз графикке қарау керекпіз. Графикті талдап шығайық. Бізде 0-дан 10-ға дейінгі берілген екен. Бұл бізде балдар екен. Мына жерде оқушылардың саны екен. Енді қалай талдаймыз? 0 балл алған оқушы жоқ екен, иә? 0. 1 балл алған тағы оқушы жоқ екен. 2 балды неше оқушы алған екен? 5 оқушы 2 балдан алған екен. Түсінікті ғой, иә, график. Ендеше кестемізді бірге қоса сызайық, иә? Мына жерде бізде кестені сызу үшін балдарды бірыңғай тізіп жазып шығайық. 0-дан 10-ға дейінгі барлық сандар бар екен, иә? Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, қатты бір қиындатпай қояйын. Так, сонымен 0 балл алған бізде неше оқушы болды? Ешқандай оқушы жоқ болды. 1 балл алғанда оқушы жоқ болды. 2 балл алған неше оқушы болды? 5 оқушы болды. 3 балл алған 3 оқушымыз бар екен. 4 балл алған мүлдем оқушы жоқ. Так, 5 балл алған 2 оқушымыз бар екен. 6 балл алған, вау, 11 оқушы бар екен. Не 11-ге барып тұр, балалар? 6 балл, 7 балл алған 10 оқушымыз бар екен. 8 балл алған 4 оқушымыз бар екен. 9 балл алған 5 оқушы бар екен. 10 балл алған 1 және оқушымыз бар екен. Енді көлемін анықтау үшін не істейміз? Енді табу керекпіз. N тең болады 0-да керегі жоқ. Барлық балалардың санын бір-біріне қосып шығамыз. 5 қосу 3 қосу 0 керегі жоқ. 2 қосылған 11 қосылған 10 қосылған 4 қосылған 5 қосылған 1 тең болады. Жауап бізде 40 шығу керек. 40 болады. Яғни А жауабы бізде 40-қа тең екен. Енді бұл бізде Асы. Б сұрағы не дейді бізде? Көпшілік оқушылардың алған балы
ең көп балды қай оқушы алған екен? Қанша оқушы алған екен? Көпшілік оқушылардың, яғни көп оқушылар қай балды алған екен? Көп оқушы, бізде 11 оқушы неше балды алған? 6 балды екен, иә? Ендеше қай балды алды деген сұрақ тұр. 6 балды 11 оқушы алды деген сөз. Сұрағы. Егер 8, 9, 10 балдарын жоғары нәтижеде есептесек, 8, 9, 10 есептесек, нәтиже көрсеткен оқушылар, жоғары нәтиже көрсеткен оқушылардың пайызын анықтаңдар дейді. Ендеше не істейміз? N. Бізде жалпы n белгілі 40. Енді мына жердегі n-ді табуға керек. Біз n тең болады 4 қосылған 5 қосылған 1 тең болады 10-ға тең екен, иә? Енді процентті анықтау үшін 10-ды 40-қа бөлемін. 10-ны 100%-ке көбейте саламын. Тең болады. 0 мен 0-ды қысқартып жіберемін. 1 бөлінген 4 көбейтілген 100%. Ол бізде 25% шығады екен. Яғни жауап бізде 25% деген сөз. Номер 7-ші тапсырма y тең болады. Шашқан ішінде a қосылған b көбейтілген x қосылған a минус 1 функциясының графигі абсцисса 8 минус 2-де 0 нүктесінде қияды. A-ның мәнін анықтаңыз дейді. Бізге алардың мәнін анықтау керек екенбіз. Так, функцияның өзін жазып қояйын. Y тең болады. A қосылған 1 көбейтілген x қосылған a минус 1. Так, минус 2-де 0-да қияды екен. Бірінші бізде x, екіншісі y. Орнына қояйық, иә? Y 0-ға тең, 0 тең болады. A қосылған 1 көбейтілген x бізде минус 2-ге тең. Қосылған a минус 1. Енді минус 2-ні жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтіп шығамын. 0 тең болады. Минус 2a азайтылған 2 қосылған a минус 1. Так, 0 тең болады. Минус 2a қосылған a-мыз, ол бізде минус a-ға тең болады. Минус 2 азайтылған 1, ол бізде минус 3-ге тең болады. Енді минус a-ны сол жаққа қарай шығарамын. Ол бізде және a болып барады. A тең болады минус 3. Сонымен a-ны таптық. A бізде нешеге тең екен? Минус 3-ге тең екен. Неге жазу керек? Y тең болады. Kx плюс b түрінде жазу керек екенбіз. Ең бірінші біз функцияны a-сын қойып дұрыстап жазылайық. Y тең болады. A бізде нешеге тең болды? Минус 3-ге тең болды. Қосылған 1 көбейтілген x қосылған a минус 1. X-ті көбейтіп жіберемін жақшаның ішіне жеке-жеке. Y тең болады. Минус 3x қосылған x қосылған мына жерде a нешеге тең еді бізде? Минус 3-ге тең болады, не жазбай қойдық, иә? Минус 3 минус 1. Енді ары қарай есептейік. Y тең болады. Минус 3x қосылған x-іміз минус 2x шығарады. Минус 2x. Минус 3 минус 4. Минус 3 минус 1-міз минус 4 болады. Сонда минус 2x азайтылған 4 дейді. Міне, y тең болады, kx қосылған b түріне келтіріп. K бізде минус 2-ге тең екен, бұл жерде. Кешіріңдерші балалар. K тең болады, минус 2 болды. B тең болады бізде 4-ге. Енді бұнымыз аяқталды. Енді соңғы сұрағымыз не дейді бізде? Сызықтық функцияның графигін салмай, графигі қай ширекте өтетінін анықтаңыз дейді. С жауабы бізде бірінші ширекте өтеді.